Сәлем достар, сіздермен бірге Жанар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жыртылмайтын және де жабыспайтын өте керемет болып шығатын дрожжсы және де ас содасыз пісетін блинныйдың жасалу жолымен бөлісемін. Бұл блинныйды мен клиенттеріме 4 жылдан бері тапсырысқа жасап жүрмін. Өте керемет болып шығады және де менің клиенттерім дәл осы рецептпен піскен блинныйды өте қатты ұнатады. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызға қантты қосып, екеуін араластырып аламыз. Қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырып алғаннан кейін, осылардың үстіне сүтімізді қосамыз және де тағы да бір араластырамыз. Кейін сұйық массамызға ұнымызды ситодан өткізіп қосамыз және де ешқандай түйіршіктер қалмайтындай жақсылап араластырамыз, немесе миксерлеуге болады. Кейін ыстық суымызды құямыз және де тағы да араластырамыз. Ең соңында сұйық майымызды қосып, барлығы біркелкі қамыр болғанша түйіршіктер қалмайтындай миксерлеп аламыз. Блинчикке пісіргенде осылай табамызды бірінші кішкене ғана майлаймыз және де астын қатты қыздырамыз. Кейін бір ожаудан осылай құйып, барлық шетіне айналдырып шығамыз. Осындай бізде қамыр шығады, кейін осыны пісіріп аламыз. Ең басында ғана табамызды майлаймыз, кейінгі блинчикеларда уже майламауға болады. Ең басты ереже, блинны пісірген кезде біздің табамыз міндетті түрде жаңа таба болу керек, немесе өзіңіздің арнайы тек қана блинны пісіретін табаңызбен ғана пісіреміз. Осындай асты жабыспайтын, асты қалың табаға пісірген абзал. Мен осы табаға тек қана блинчикке ғана пісіремін. Басқа нәрселерді пісіріп, кейін блинчикке пісіруге болмайды, себебі басқа нәрселер пісіргеннен кейін біздің табамыз дұрыс пісірмей қалады. Сол себепті тек қана блинныйға арналған өзіңіздің жаңағы табаңыз болу керек. Және де бұл табамыз міндетті түрде асты қалың, осындай таба болу керек. Кейде жұқа табалар болады, ол кезде де біздің блинчикеларымыз дұрыс шықпай жабысып қалады. Сол себепті барынша осындай қалың таба алуға тырысыңыздар. Міне біздің блинчикеларымыз дайын болды, өте керемет болып шығады, жыртылмайды, жабыспайды және де бір қамырдан бізде 20-25 штук блинчики шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де комментарий жазып ұнаса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.